Бәріңізге сәлем. Сіздермен бірге жебе арнасы. Бүгін біз 2019 жылғы менің ішімде отырған адам комедиялық фильмін айтып береміз. Здравствуйте! Мықты гангстер Чан Пансу көптеген мәселелерді бұрынғыша күшпен шешуді әдетке айналдырып алған. Ол қомақты ақша төлейтін бір келісімге отырмақ болады. Алдымен тамақтанып алайын деп шешті. Бірақ Пансу бір-екі рет асағаннан кейін тойып, шотты жаппақшы болады. Жанында отырған жоғарғы сынып оқушысы Ким Дон Хён бүтіндей 5 тәрелкі кеспе жеп алып, әмияның үйде ұмытып кеткендігін айтады. Кафе қожайыны гангстерге баланың шотын төлеп беріңіз, ал мен сізге естен кетпес сыйлық сыйлаймын деп айтады. Бандит баланың осыншама көп тамақ жеп қойғанына таң қалады. Пансу жолын тосқауылдаған қоқыс көлігінің кесірінен алға қарай өте алмайды. Осы кезде Дон Хэн сотқарлар лақтырып жіберген аяқ киімін шатырдан алмақ болады. Оқушының аяғы тайып кетіп, тура гангстердің үстіне құлайды. Екеуінде бір ауруханаға келеді. Пансу есін жиып, дәлізге шығады. Ол айналасындағылардың оны оқушы деп ойлап жатқанына таңырқайды. Ол көршілес төсекте жатқан өзін көргенде, мүлде не болып жатқанын түсінбей кетеді. Ал айнаға қараған кезде жас баланы көреді. Не может быть. Дәрігер әкесіне оның болған жайттан кейін жадын уақытша жоғалтып алғанын айтады. Гангстер үйіне оралғанда, оның жұбайы Сойен мына томпақ бала күйеуі дегенге сенбей күзетшілерді шақырады. Пансуды сақшы орталығына апарып, оған айыппұл салады. Ол ауруханаға қайта оралып, жігіттің денесіне бірнеше рет секіреді, бірақ еш нәтижесіз. Гангстердің көмекшісі Манчоль баланың бастығына тиісіп жатқанын көріп қояды да, балаға тағы көрінсең таяқ жейтінін айтып қорқытады. Шығар жол жоқ. Пансу оқушының денесінде бола тұрайын деп, әкесімен бірге үйіне қайтады. Әкесі кімнің оны шатырға шығарғанын білгісі келеді. Бірақ жігіт әкесіне бәрін өзі шешіп алатындығын айтады. Мектепте Пансу сыныптастарының оған қырғи қабақ танытатынын байқайды. Асханада бұзақылар Дон Хэннің досы Хёнды қызметші қылып қояды, және сыныптасы О Хэн Джон деген қызға тиіседі. Ой, прости. Пансу оларға тоқтатыңдар дегенде, жігіт келіп, мәселені сабақтан соң шешуге шақырады. Сотқар жігіт оны сыртта күтіп, оның таяқ жейтінін айтып қорқытады. Бірақ Пансу ешкімнен қорықпай, жігіттің бетінен салып жібереді. Ол осындай оқымыстының қатты соққы беріп жатқанына таң қалады. Басқа бұзақы балалар келгенде, олардың да сазайын тарттырады. Әжетханада томпақ бала бұзақылардың телефонынан өзінің қорланған фотосын тауып алып, телефонды тартып алады. Үйге келгенде Пансу телефоннан бұзақылардың Дон Хэнді шатырға мазақ етіп жатып, тура гангстердің төбесіне құлаған видеосын тауып алады. Пансу Хэнмен бірге келіп, бұзақылардың басшысына шатырдағы видеоның көшірмесін жасап алғандығын айтып, телефонды қайтарады. Пансу ауруханаға оралып, көмекшісі Манчольдің үстіне түседі. Бала гангстер ғана білетін ақпараттарды айтып, бандитті оның алдында тұрған бастығы екеніне сендіреді. Бандит оның алдында тұрған бастығы екеніне сенеді. Манчоль, Ян деген мафиоздың бастықты өлтіргелі жүргендігінен әрдайым ауруханада екендігін түсіндіреді. Мектеп маңында сыныптасы Хэн Джон кішкентай қонжығын құлатып алады. Пансу қызды қуып жетіп, ойыншығын қайтарып береді. Гангстер өзін кішкентай кезінде баққан қыздың анасы О Мисонды көргенде таң қалады. Пансу Хэн Джонның басынан бір тал шаш жұлып алып, ДНК тестін жүргізгенде оның өз қызы екендігін анықтайды. Дочка, Хэн Джон. Гангстер өзі білмеген қызын мектеп бұзақыларынан қорғау үшін және бірге достасу үшін өзін күтіп спортпен айналысуды шешеді. Ол Хэн Джонға спортзал сертификатын сыйға тартып, екі жеткіншек кәсіпқой спортшы Манчольдан жаттығулар үйренеді. Пансу әлсіз томпақ баланың денесін жаттықтырып, қызын өзін қорғай алуға үйретеді. Біраз уақыт өткесін гангстер жас баланың денесінде өте сымбатты көрінеді. Ол әдемі шаш үлгісін жасап, көз ілдірігін линзамен ауыстырады да оқушы қыздардың арманына айналады. Пансу мектеп бұзақыларының алдында өзін өзі қорғай алатын қызы үшін қатты қуанады. Мисон қызының өзіне сенімділігін арттырғаны үшін балаға көп алғыс айтып, кеспе әзірлеп береді. Үш мас кісілер қожайынға әкіреңдей бастағанда оқушы оларға тап беріп, ересек кісілерді ойнап жүріп соққыға жығады. Я спрашиваю, кто ты? Пансу оқушының денесімен ауысқандығын айтып, Мисонға мойындайды, бірақ әйел оған сенбейді. Сонда гангстер тек Мисонның бұрынғы жұбайы білетін заттарды айтып береді. Қожайын ақыры жігіттің шындықты айтып тұрғанына сенеді. Ол Пансуға оны тастап кеткен үшін қатты ашулы екен. Мисон қатты ашуланып оған айғай салып, қызымнан аулақ жүр деп айтады. Мектепте Хэн Джон неліктен оның анасы екеуінің сөйлесуіне шектеу қойғанын сұрайды, бірақ Пансу оған жауап бермейді. Мину деген сымбатты жігіт келіп, Хэн Джонды өзінің зәулім үйіндегі кешке шақырады. Хэн Джон қуана-қуана келседі, оны бұған дейін ешкім кешке шақырмаған болатын. Пансу Мисонды кездесуге көндіреді. Гангстер сүйіктісіне жасаған опасыздығы үшін кешірім сұрайды.
Әйел бұлданып, кешірім сұрауға тым кеш екенін, ол жайлы ұмытып кеткеніне көп жыл болғанын айтып айғайлайды. Кетіп бара жатқанында жігіт оны сүйіп алады. Мисон сорақыны сақшыға тапсырмақшы болады. Осы кезде сотқарларға қызметші болған Хён хабарласып, олардың Хён Джонға бір жамандық жасағалы жатқанын біледі. Гангстер көлігіне мініп, бұзақылардың үйіне тартады. Пансу ішке кіргенде Мину қызын мазақ етіп жатқанын көреді, ал басқалары оны ұстап тұр екен. Гангстер бұзақылардың шаруасын тез шешіп тастайды. Дайындалған Хён Джон Минуға бірнеше қатты соққы жасайды. Басқалары олардан қорқып қалады да екеуі үйден шығып кетеді. Манчоль Янның оны алдап кеткенін Пансуға айтады. Ол қордан $3 миллион ұрлап кетті деген өсек шығарған көрінеді. Оған қоса Пансу ауруханада жатқанда Ян оның әйелімен роман бастапты. Содан Пансу Манчоль арқылы мафиози басшысына бар шындық жазылған хат жібереді. Хён Джон Пансуға жүруді сынады. Жігіт оған оның анасын сүйетінін айтудан басқа сөз таппайды. Шошынған қыз артына қарамай қашып кетеді. Ақыры Дон Хён өзінің бәсекелесі Ян өлтірмек болғанда гангстердің денесінде оянады. Бұны күтпеген бандит басымен құлап есінен танады. Дон Хён үйіндегі әкесіне қатты асық болады, алайда ол ұйқы киіміндегі ағайдың өз ұлы екеніне сенбейді. Осы кезде Пансу келіп, оларға не болған түсіндіреді. Олар бір-біріне көмектесу үшін жоспар құрады. Екеуі Мисонға барып, екеуміз қайтадан денелерімізді ауыстырдық деп өтірік айтады. Осы кезде бұзақылармен бірге Ян бөлмеге кіріп келеді. Пансу Мисон мен Дон Хёнға ас үйде тығылуды бұйырады. Мафиози жігіттерін балаға қарсы айдайды. Алайда ол бәрін жан-жаққа шашып тастайды. Сонда Ян өзінің басты жауынгері күрес шеберіне төбелестеп бұйырады да екеуінің күші тең түседі. Бала жеңіп келе жатқанда Ян өрт сөндіргішпен басынан ұрып жібереді. Бала жерге құлайды. Мисон газ баллонын ашып, оларға кетпесе бәрін жарып жіберетінін айтып қорқытады. Көптеген жылдардан кейін әйел қызының әкесін ақыры кешіреді. Мафиози басшысы өз қызы Пансудың әйелі Сойонды шақырып, қызға жұбайының хатын көрсетеді. Ол жерде Ян мен Сойонның Пансуды өлтіріп, мафиозидің билігін басып алу жоспары толық әшкереленеді. Басшы ішінде әлі бала отырған гангстерді шақырады. Әкесі өтірікші қызынан мұрагерлікті алып тастап, бар байлықты Пансуға беремін деп шешеді. Алайда басқаша пікірдегі Дон Хён байлықтан бас тартып, ендігі өмірін отбасына арнайтынын айтады. Спасибо. Гангстер оқушы балаға оны теріс ұйымнан құтқарғанына алғыс білдіреді. Сойон одан кек алмақ болып, жігітке қарай жүйытқығанда, Пансу оны итеріп жіберіп, бар соққыны өзіне алады. Нашар халдегі баланы ауруханаға жеткізеді. Гангстер Хён Джонға оның қызы екендігін айтады да есін жоғалтады. Жанындағы Дон Хён да талып қалады. Хирургияны Пансуды денесін оқушы баламен ауыстырған мейрамханадағы әйел жүргізеді. Жарты жыл өтеді, олар қайтадан денелерін ауыстырды. Дон Хён ауруханадан шығарылып, сыныптастары қуана қарсы ала мектепке қайтып оралады. Ал қыздар оған сүйсіне қарайды, алайда оған тек Хён Джон ғана ұнайтын. Янды түрмеге қамайды. Пансу бәрін басынан бастауды ұйғарады. Бұрынғы гангстер сүйіктісіне Дон Хённың әкесімен өздері бірге жұмыс істейтін мейрамхананы сатып алып береді. Менің ішімде отырған адам фильмі сіздерге ұнаса, пікір жаза кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Келесі көріскенше.